Саламатсызбы, құрметті домбыра тартып үйренгісі келетін жан. Қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Мен бүгін сіздерге Шәмші Қалдаяқов атамыздың тағы бір кезекті әнін домбырада үйрететін боламын. Видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Бүгінгі кезек Қайықта әнінде, яғни өте керемет, танымал, бәріміз естіген қазақтың ескірмейтін өте мағыналы әндерінің бірін домбырада шырқағыңыз келсе, міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл әнді үйретуді көп адам өтінген болатын. Сіздердің өтініштеріңіз бойынша кезекті әнді үйретпекпін. Егер өзіңіз қалап домбырада тартқыңыз келіп жүрген әндер болса, міндетті түрде комментарийға жаза отырыңыз. Егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір айта кетейін, арнама кіріп көрсеңіз, көптеген қазақша әндерге түсірілген дайын және тегін видео сабақтарды көре аласыздар. Ішіне кіріп көріңіз. Ешқандай нота жаттап әуре болмайсыз. Барлығы сандық жүйемен түсіндірілген өте оңай видео сабақтар. Менің видео сабақтарымды кез келген жастағы адам үйрене алады, тек қолында домбырасы болса болғаны. Яғни өзіңіздің жақындарыңыз домбыра тартқысы келетін, үйренгісі келетін туыстарыңыз болса, міндетті түрде менің видео сабақтарымды тарата отыруды ұмытпаңыз, және мені жоғалтып алмау үшін дәл қазір арнаға тіркеліп, қасында тұрған қоңыраушаны жағып қойыңыз. Кез келген жаңадан шыққан видеодан сізге сонда хабарлама келіп отыратын болады. Ендеше ең алдымен әнді бір рет домбырада толық тартып көрсетемін. Мұқият тыңдап отырыңыз. Жүзсек те алғаш қайықта, ұшқыр қиял кетті алыс, бұйырмашы айыпқа, самал болар толғандырған, айдың шалқар көлбеті, сәулем мені ойландырған, жарқын келмеді, сәуле мені ойландырған, сенің жарқын келбеті. Көлдің жүзін нұрландырып тұрма сенің дидарың, сол бейнеңде тұрған көлік бетіне қимадым, ескегіңді берші маған, мен есейін сен есте, сол күлкісі сыңғырлаған, сенің күлкің емес пе, сол күлкісі сыңғырлаған, үлкен өмір есігі, су бетінде қайық бейнең, махаббаттың бесігі, жолшы қайық осы көлді, жыр толтыршы жаныма, махаббаттың бесігінде тербелейін тағы да, махаббаттың бесігінде тербелейін тағы да, махаббаттың бесігінде тербелейін тағы да. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толық үйренгіңіз келсе, видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз.
ең алдымен домбыраның құлақ күйін осы әнге дұрыстап сай етіп аламыз. Ол үшін астыңғы ішекті біз соль деген нотаға келтіреміз. Ал үстіңгі ішекті ре деген нотаға. Осылай дұрыстап алғаныңыз өзіңізге ыңғайлы болады. Домбыраның құлағы осындай болу керек. Ал қағысымыз, біздің осы әннің қағысы 3 қағыс небәрі жаттап алыңыз. Төмен, жоғары, жоғары. Төмен, жоғары, жоғары. Үнемі осы 3 қағысты қағып отырыңыз. Шатаспай, төмен, жоғары, жоғары жаттап алыңыз. Дәл қазір сіз үшін әннің дәптерге жазылған сандық нотасын көрсетіп өттім. Және менің телеграм арнамнан барлық әннің толық сөзі мен сандық нотасын тауып үйрене аласыз. Олар төменде описание мен комментарийде міндетті түрде болады. Барлығын сіздер үшін жасап қойдым алдын ала. Ендеше әнді жай темппен домбыраға салуды бастайық. Мұқият қарап отырыңыз. Әннің бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздерді домбыраға салуды бастайық. Ол сөздер болсақ тағы жаңа таныс. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен бол деген буында ашық бір қағыс ойнап айтамыз. Бол. Сақ деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Сақ. Та деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Та. Келесі Ғ, ша деген буындарды айтатын кезде қайтадан 6-шы пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бұлай 4 қағыс қағамыз. Ғ, ша. Келесі ңа деген буынды айтатын кезде 9-шы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Ал бас бармақ 7-ші перненің жоғары жағындағы ішекті осылай басып тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ңа. Келесі та деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені ұстаймыз. 2-ші саусақпен былай бір қағыс қағамыз. Та. Келесі ныс деген буынды айтатын кезде енді 6-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен былай төмен, жоғары, жоғары 3 қағыс қағамыз. Ныс. Осылай. Осымен бірінші қатар әп-сәтте аяқталды. Бір рет толық бірге орындап көрейік. Жай тартып көреміз. Менімен ілесіп тартуға тырысыңыз. Бұлай шықты сонда. Болсақ тағы жаңа таныс. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді келесі кезекте екінші қатарға көшеміз. Оның сөздері жүзсекте алғаш қайықта. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Ең алдымен жүз деген буынды 2-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Жүз. Сек деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Сек. Те. Ал деген буындарды айтатын кезде 6-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Ал бас бармақ 4-тің жоғары жағында осылай тұра береді. Және осы жерде тұрып біз бір қағыс қағамыз. Тял. Ғаш деген буынды айтатын кезде енді 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен мінекей төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды қағамыз. Ғаш. Келесі қа деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс қағамыз. Қа. Йық деген буынды айтатын кезде 1-ші пернені ұстаймыз. Бір қағыс. Йық. Та деген ең соңғы буынды айтатын кезде ашық, ешқандай пернені баспай, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Та. Осылай. Немесе ортан ұстай алатын болсаңыз, та. Осылай ұстасаңыз да болады. Жаңағы ашық тартқанымызда қате болмайды. Екінші қатар осымен аяқталды. Мұқият бірге тартып көрейік. Басынан бастап, менімен ілесіп тартуға тырысыңыз. Жүз сектен алғаш
әп сәтте екінші қатарды толық аяқтадық. Осы екі шумақты, алғашқы екі шумақты үйреніп алсаңыз болды. Қалған 4 шумақ дәл осы әуен қайталанады. Қиын екен, соңына дейін үйренбеймін деген ой болмасын. Өте оңай ән, сондықтан мүмкіндікті пайдаланып соңына дейін үйреніңіз. Осымен үшінші қатарға да келіп жеттік. Оның сөздері: ұшқыр қиял, кеттау алыс. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Ең алдымен біз ош деген буынды екінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып бір қағыс қағып айтамыз. Ош. Қыр деген буынды айтатын кезде төртінші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен бір қағыс. Қыр. Қи деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз бір қағыс. Қи. Ял деген буынды айтатын кезде жетінші пернені екінші саусақпен ұстаймыз. Осылай төмен, жоғары, жоғары 3 қағыс қағамыз. Ял. Кет деген буынды айтатын кезде қайтадан алтын ұстаймыз бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Кет. Тау деген буынды айтатын кезде жетінші пернені ұстаймыз тағы да екінші саусақпен бір қағыс. Тау. А деген буынды айтатын кезде енді 9-шы пернені жаңағыдай кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ қараңыз, бір орында тұр, шетінің жоғары жағындағы пернені осылай басып тұрады шекті. Және осы жерде тұрып біз бір қағыс қағамыз. А. Лыс деген буынды, соңғы буынды айтатын кезде 11-ші пернеге қарай жылжимыз. Мынау 9 болса, яғни мынау 11. Мұқият қарап алыңыз. Бас бармақ 9-шы перненің жоғары жағындағы шекті осылай басып тұрады. Және осы жерде тұрып біз 6 қағыс, яғни төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнап, сонда жалпы 6 қағыс тартамыз. Лыс. Осылай. Сіз үшін тағы да бір рет үшінші қатарды толық ойнап көрсетемін. Жай менімен бірге ілесіп тартуға тырысыңыз. Жалпы былай болды. Ұшқыр қиял, кеттау алыс. Осылай. Түсінікті болды деген ойдамын. Осымен біз үшінші қатарды толық аяқтадық. Енді төртінші қатарға келіп жеттік. Оның сөздері: бұйырмашы айыпқа. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен 9-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрамыз былай. Бір қағыс қағамыз. Бұ. Йыр деген буынды айтатын кезде 11-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен ұстаймыз. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Йыр. Ма деген буынды айтатын кезде 13-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Мінекей 13-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ 11-дің жоғары жағында осылай тұрады. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Ма. Ш деген буынды айтатын кезде қайтадан 11-ге барамыз былай. Бірінші саусақпен ұстаймыз. Төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды қағамыз. Ш. Келесі А деген буынды айтатын кезде қайтадан 9-ды ұстаймыз бірінші саусақпен. 2 қағыс қағамыз. А. Йып деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені ұстаймыз. 1 қағыс. Йып. Ең соңғы Қа деген буынды айтатын кезде қайтадан 6-ны ұстаймыз бірінші саусақпен. Төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Қа. Осылай, жалпы осылай шықты, сізге түсінікті болды деген ойдамын. Енді 4-ші қатарды бір рет менімен бірге тартып көріңіз, әдеттегідей мұқият қарап отырыңыз. Бұйырмашы айыпқа. Осылай. Жалпы сіз мінекей бір шумақты толық домбыраға салып үйлендіңіз, құттықтаймын. Үлкен бір асудан астыңыз деп айта аламын. Қайта-қайта тартып осы шумақты толық жаттап алыңыз. Қалған шумақтардың бәрі осыны қайталау болады.
Қазір біз енді келесі шумаққа өтеміз. Екінші шумақ бұл қайырма сияқты. Ең соңғы екі қатар қайталанып отырады. Бұны да толық үйреніп алыңыз, өте керемет. Дәл қазір есіңізге сала кетейін, әлі де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркелуді ұмытпаңыз. Жанында тұрған қоңыраушаны міндетті түрде жағып қойыңыз. Менің видео сабақтарымды бірінші болып көруге асығыңыз. Барлығы сіздер үшін қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын, домбырасын, әуендерін насихаттайтын арнаға сіздің қолдауыңыз өте қатты қажет. Және менің оқырмандарымның саны 10 мыңға жуықтап қалды. Соны бірге тез арада 10 мыңға жеткізіп тастайық. Мен үшін бұл үлкен мотивация болады. Сіздердің қолдауларыңыз маған өте қатты қажет. Ендеше тіркелген болсаңыз, видеоны ары қарай жалғастырамыз сабақты. Екінші шумақтың бірінші қатарындағы сөздері. Самал болар толғандырған. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен са деген буынды біз 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Са, мал деген буынды айтатын кезде енді 11-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен ұстап тұрмын. Мінекей, бұл төменгі ноталарды басқан кезде сәл айқайлап, қиналып айтасыздар, бірақ сонда да Шәмшінің барлық әндері осындай күрделі. Яғни біз 11-ші пернені ұстап тұрып бір қағыс қағамыз. Мал, бо деген буынды айтатын кезде енді 13-ші пернеге қарай түсеміз. Қараңыз, 13-ші пернені міне ұстадым. Бірінші саусақпен ұстадым осылай. Бір қағыс қағамыз. Бо, ла деген буынды айтатын кезде біз енді 14-ші пернені ұстаймыз. Қараңыз, екінші саусақпен 14-ші пернені ұстадым. Шатаспай басып отырыңыз. Бір қағыс, екі қағыс қағамыз. Төмен, жоғары. Ла. Келесі ар деген буынды айтатын кезде қайтадан 13-ті ұстаймыз. Жанында тұр, мінекей, нүктесі бар. Осы 13-те бір қағыс қағамыз. Ар. Тол деген буынды айтатын кезде 11-ші пернені ұстаймыз. Қайтадан, мінекей, бір қағыс қағамыз. Толған деген буынды айтатын кезде енді қайтадан 14-ке барамыз. Екінші саусақпен ұстаймыз жаңағыдай. Ған, бір қағыс. Одан кейін дар деген буынды айтатын кезде қайтадан 13-ті ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Дар. Және келесі ең соңғы ған деген буынды айтатын кезде 11-ші пернені ұстаймыз. Мінекей. Осында тұрып, төмен, жоғары, үш қағысымызды қағамыз. Ған. Осылай. Дәл осы қатар ғана сәл төменде ойналатын болғандықтан күрделірек. Ешқандай перненің санын шатастырып алмай бассаңыз болды. Әуен дәл солай әдемі болып шығады. Мұқият қарап отырыңыз, былай шығу керек сізде де. Менімен біргелесіп тартуға тырысыңыз. Самал болар толғандырған. Осылай, сізде де осылай шықты деген үміттемін. Бірінші қатар осымен аяқталды. Енді екінші қатардың сөздері. Айдын шалқар көл бетін. Осыны домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен а деген буынды біз 9-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. А. Келесі а деген буынды созып айтамыз. Оны 11-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. А. Келесі дын деген буынды айтатын кезде 13-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Былай бас бармақ 11-дің жоғары жағында осылай тұра береді. Және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Дын. Ша деген буынды айтатын кезде 11-ші пернені қайтадан ұстаймыз. Былай екі қағыс қағамыз. Шал. Қар деген ең соңғы буынды айтатын кезде 9-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Қар. Көл деген буынды айтатын кезде 6-шы пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен екі қағыс қағамыз. Қа. Көл. Бе деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Бе.
деген ең соңғы буынды айтатын кезде екінші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен, және төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Осылай жалпы үшінші қатарды да домбыраға түгел салып аяқтадық. Енді бірге тартып көрейік, мұқият қарап отырыңыз. Сізде де осылай шықты деген үміттемін. Айдын шалқар көл бетін. Осылай. Жалпы сіз үнемі төмен жоғары 3 қағысты шатаспай қағып отырсыз деген үміттемін. Шатасып кетпеңіз, қағыс осындай. Енді неге үшінші қатарға да келіп жеттік. Оның сөздері сәулем мені ойландырған. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен сәу деген буынды айтатын кезде төртінші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз да бір қағыс қағамыз. Сәулем деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен бір қағыс қағамыз. Лем, ме деген буынды айтатын кезде жетінші пернені ұстаймыз, екінші саусақпен ұстадым, қарап отырсаңыз бір қағыс қағамыз. Ме, не деген буынды айтатын кезде 9-шы пернені ұстаймыз кішкентай саусақпен. Ал бас бармақ осылай 7-ші перненің жоғары жағында тұрады. Осы жерде тұрып 2 қағыс қағамыз. Не, деген буынды созып айтамыз, оны 7-ші пернені ұстап айтамыз, 2-ші саусақпен ұстаймыз, 1 қағыс қағамыз. Келесі ой деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз, 1-ші саусақпен, 1 қағыс қағамыз. Ой, лан деген буынды айтатын кезде 9-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз, ал бас бармақ 7-нің жоғары жағында осылай тұрады, және осы жерде тұрып 1 қағыс қағамыз. Лан, дар деген буынды айтатын кезде 7-ші пернені ұстаймыз, 2-ші саусақпен 1 қағыс. Дар, ған деген ең соңғы буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз, 1-ші саусақпен, және осы жерде тұрып төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет қағамыз, сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Ған. Осылай. Жалпы үшінші қатарда осымен аяқталды. Бір рет толық орындап көрсетемін, сізде де осылай шықты деген үміттемін. Мұқият қарап отырыңыз. Сәулем мені ойландырған. Осылай. Енді мінекей ең соңғы қатарға да келіп жеттік. Ең соңғы осы қатарды үйренсеңіз болғаны, оның сөздері. Сенің жарқын келбетің. Осы домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен се деген буынды біз ашық бір қағыс ойнап айтамыз, ешқандай пернені баспай. Сенің деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз, бір қағыс жоғары қарай. Нің. Осылай. Содан соң тағы да төменнен бастап ойнаймыз. Төмен жоғары. Екінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ша. Ар деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ 4-тің жоғары жағында осылай тұрады. Бір қағыс қағамыз. Ар. Қын деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Қын. Кел деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 2 қағыс қағамыз, төмен жоғары. Кел. Бе деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 1 қағыс. Бе. Ең соңғы тің деген буынды айтатын кезде ашық, төмен жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Осылай. Жалпы сәл ғана жаңа қағысында өзгешелік болды. Дұрыстап бірге тартып көрейік, мұқият қарап отырыңыз, әсіресе қағысқа мән беріңіз. Сенің жарқын келбетің. Жалпы мінекей әп
сәтте сіз 4-ші қатарды домбыраға түгел салып қойдыңыз. Құттықтаймын. Енді бір рет сізге түсінікті болу үшін осы шумағын жаңағы самал болар толғандырған дегеннен бастап осы ең соңына дейін бір рет толық орындап көрсетемін. Екінші шумақты ешқандай сөзін айтпай, жай ғана домбырадағы әуені сізде де осылай шықты деген үміттемін. Егер қатеңіз болса, дұрыстап қайтадан тексеріп көріңіз. Сізде де осылай шықса, онда дұрыс болғаны сіздер үшін жай тартып көрсетемін. Және келесі осылай шықты. Енді келесі ескегіңді берші маған деген, яғни 4-ші шумақ, сосын жылжы қайық осы көлде деген 6-шы шумақ дәл осы әуен қайталанады. Сол шумақтарда тек сөздер ғана басқаша қайта-қайта айтып оны үйреніп аласыз. Домбырадағы әуен дәл осы қайталана береді. Сізге түсінікті болды деген ойдамын. Әнді домбыраға толық салып қойдыңыз. Енді 1-2 минут уақытыңызды бөліп, видеоны міндетті түрде соңына дейін көре кетіңіз. Жалпы домбырада әнді айтқан кезде қалай айтамыз? Ең біріншіден, жаңа мен байқаған боларсыз, домбырада толық тартқан кезде бірден сөзін айтып кетпей, жай ғана домбырада бір әуенді ойнадым. Ол бізде проигрыш деп аталады. Басында осы проигрышты, яғни жай ғана әуенді ойнаймыз. Ол әуен біздің жаңағы 2-ші қатардың ең соңғы 2 қатары, яғни сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің деген әуенді ойнаймыз. Ойнаймыз басында, одан соң 1-ші шумақ, сосын 2-ші шумақ, ең соңғы 2 қатарын қайталап ойнауды ұмытпаңыз. Бұл әнде қайырма жоқ, сондықтан қайталап ойнайсыз. Сосын 3-ші шумақ, одан соң 4-ші шумақ, 4-ші шумақтың ең соңғы 2 қатарын тағы да қайталап ойнауды ұмытпаңыз. Содан соң тағы да проигрышты ортасында бір рет тағы да ойнап өтесіз. Дәл осы проигрыш сәулем мені ойландырған сенің жарқын келбетің деген сөзін айтпай, тек әуенін ортасында тағы бір рет ойнаймыз. Одан соң 5-ші шумақ, содан соң 6-шы шумақ, оның да ең соңғы 2 қатарын соңғы рет ойнағандықтан 2 рет немесе 3 рет қайталап ойнасаңыз болады. Жалпы әуенді осылай тартып ойнап аяқтайсыз. Бүгінгі видео сабақ сізге ұнады деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Барымды салып, әнді толық домбырада үйреттім. Енді оны керемет етіп, сөзін жаттап, шырқап жүру өзіңізге байланысты. Енді келесі видео сабақта қандай әнге видео түсірсем болады? Міндетті түрде өз ойыңызда жүрген, қалап, домбырада тартқыңыз келіп жүрген әндер болса, комментарийға жаза кетіңіз. Мен оны сізге үйрету үшін барымды салатын боламын. Келесі видео сабақта кездескенше сау болыңыз.